Саламатсыздар ма? Мен Қаныш Сәтбаев атындағы Тірек мектебінің ресурстық орталығының технология және бейнелеу өнері мұғалімімін. Аты жөнім Әбдікәрімқызы Нұрқұлпан. Мен сіздерге бүгінгі жұмысым менде сырмақ. Яғни сырмақ кигізден жасалып өрнектелген қазақ төсеніші. Көбінде кигіз үйдің қабырғасы мен еденінде сәнделу үшін қолданылатын. Қолдан жасалған арнайы тоқу техникалары бар бұйым болып саналады. Сырмақ негізгі жасалады, өрнектеп жерге тоқылады. Бұл сырмақты ең бірінші біз ою өрнектерін салып алғаннан кейін толыққанды өлшеп қиып болғаннан кейін сол оюды матаға түсіреміз. Кигізге түсіреміз. Яғни бүгінгі жұмысымда мен сіздермен жүнмен жасалу, яғни жүнді түту, жүнді жиектеу, яғни бұл жаңа әдіс. Бұрындары кигізді жүнді басып, содан кейін ыстық суға бұқтырып, оларды кигіз қылып, білектеп, қымтап жұмыс жасайтын болса, қазіргі кезде иненің тәсілі арқылы сіздерге жұмысымды көрсетіп отырмын. Енді қазіргі таңда оюды өрнектеп алғаннан кейін оны кигізімізге сызамыз. Сызып болғаннан кейін үстінен жүнді ине арқылы түсіреміз. Яғни бұл жерде мен сырмақтардың түрлері өте көп. Қарала сырмақтар, сары сырмақтар, яғни түстеріне қарай әркімнің өзінің идеясына, несіне байланысты. Бұл жерде мен қазақи нақышта ою алып себемін, ұлттық бұйымды алып себемін. Біртұтас тәрбие бағдарламасы бойынша қазіргі былтырдан бастап бізде жаңарып келе жатыр. Ұлттық құндылықтарды арттыру, дамыту барысында мен осы жұмыстарды қазіргі кезде оқушылармен де тығыз, яғни мастер сабақтарын өткізудемін. Яғни бұл бізде қазір жүнмен, инемен жұмыс болатын болса, нағыз текеметті басу сабақтарын, мастер сабақтарында үйреткен болатын. Бүгін сіздерде ине арқылы қалай жұмыс жасалу керектігін түсіндірмелі жұмыстары көру арқылы байқауларыңызға болады. Яғни бұл жерде мен ақ түсті, қара түсті және сары түсті, қызыл сары түстерді пайдаландым. Назарларыңызға үлкен рахмет.